Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер капелька печеньесін дайындайтын боламыз. Өте тез әрі дәмді печенье, әсіресе балалардың көңілінен шығатын болғандықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ол үшін бір штук жұмыртқаны алып, қант ұнтағымен бірге араластырып аламыз. Кейін сұйық майымызды құйып, одан соң разрыхлительді және де сетадан өткен ұнды салып қамыр илейтін боламыз. Қамырды дайындап болған соң, оны тоңазытқышқа, холодильникке де салмай, бірден жұмыс жасайтын боламыз. Осылай бірде кішкентай бөліп аламыз бөліктерге. Содан соң қолмен жайып, біздің печеньемізді дайындайтын боламыз. Осындай пішінде печеньелерімізді дайындап, пергамент қағазын формаға төсеп, 15 минут 180 градустық пеште пісіріп алатын боламыз. Беті ағарып тұрса ештеңе етпейді. Өте дәмді печенье, сондықтан дайындап көріңіздер.